Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жүрген жүрекшелі пирогты жасайтын боламыз. Өте оңай, 30 минутта дайын болатын, өте дәмді және осындай көтеріліп, жұмсақ болып пісіп шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқалардың көлемі отборный жұмыртқалар 60-65 грамм шығатын. Ал егерде сізде кіші жұмыртқа болатын болса, онда 4 дана жұмыртқа қосыңыз. Неке жұмыртқаны ыдысқа салып алдық. Енді осының үстіне 200 грамм қант салып, жақсылап миксермен әппақ болып көтерілгенше 1-2 минуттай араластыруымыз керек. Қантымыз еріп, әппақ болып осылай көтерілетін болады. Енді осының үстіне сұйық май құямыз. Ал 70 мг сұйық май. Оны да жақсылап араластырып аламыз 1 минуттай. Одан кейін сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы немесе бөлме температурасында тұрған сүт болу керек. Оны да жақсылап араластырып алдық 1 минуттай. Енді 1 шай қасық қопсытқыш, оны ұнға салып араластырып, онымен бірге салатын боламыз. Оның жартысын бөліп салдым. Бірден барлығын салмаңыздар. Қамырымыз тығыз болып көтерілмей қалады. Сондықтан 2 бөлікке бөліп отырып араластырамыз. Неке 1 бөлігін араластырып болдым. Енді екінші жартысын толықтай салып араластырамыз. Оны қатты шашырамас үшін алдымен осы миксерді қоспай тұрып осылай араластырып аламыз қолмен. Кішкене араласқаннан кейін барып миксерді қосамыз, сонда ұнымыз жан-жаққа шашырамайтын болады. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп толықтай араластырып алдық. Енді осы қамырдан мен 3-4 чай қасық бөлек ыдысқа салып алдым. Осы бөлек салып алған азғантай қамырдың үстіне бояғыш саламыз. Менде құрғақ бояғыш. Сізде қолыңызда қандай бояғыш бар, соны сала берсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Bir тегіс болу керек. Бояқтың түйіршіктері қалмауы керек. Неке жүрекше жасайтын қызыл бояққа боялған қамырымызды дайындап алдық. Енді осыны осындай кондитерлік мешокқа салып алатын боламын. Сіздерде ондай мешок болмайтын болса, қарапайым жай салафанның бұрышына салып, бас жағын жіңішке етіп кесіп құйсаңыздар болады, немесе кішкентай шай қасықпен құйып шықсаңыздар да болады. Неге бөлек салафанға салып алдық. Енді қамырымызды құятын боламыз. Менде форманың көлемі 20-21-лік форма. Қамырымызды құямыз толықтай. Осы уақытта сіздер духовканы қыздырып қойыңыз керек, 180-200 градуста. Енді жаңағы боялған қамырымызды осы қамырдың үстіне құйып шығатын боламыз. Қамырдың бетіне толықтай құйып шыққаннан кейін, осындай ағаш таяқшамен дәл ортасынан домалақ қызыл жүрекше жасап шығатын боламыз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 30-35 минут ортасы толықтай піскенше сарғайтып пісіріп алатын боламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріңіздер. Таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Алдымен осылай
формадан жан-жағын ажыратып аламыз пышақпен. Одан кейін барып, кішкене салқындағаннан кейін барып, формамызды шешіп аламыз. Мінекей бар жоғы 30 минутта осындай дәмді, үлпілдек, қамыры жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болды. Сіздерде дәл осы мен берген рецептпен жасасаңыздар, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Міндетті түрде және таразымен өлшеп салуларыңыз керек. Сонда дәл мен жасағандай пирог шығатын болады сіздерден де. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымды қолдап, подписаться деген қызыл батырманы баса кетіңіздер. Және де басқа да интернет жүйесімен менің каналымды бөлісе кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.